Барлықтарыңызға сәлем. Қазір күз айы. Біздің күзіміз осылай өтіп жатыр. Биыл 2021 жыл күз өте қызықты. Біздің отбасы үшін көңілді өтіп жатыр. Себебі мен декретке кейін жұмысқа шығып, қайттан декретке шықтым. Себебі мына бір кішкентай ауырып қалмасын деген оймен. Және мына екі баланы жаңа мектепке ауыстырдық. Қаладағы мектепке. Егер бұл мектепке ауыстырмасақ, биыл ауыстырмасақ, онда точно олар сол ескі мектепте, Құрсайдағы мектепте оқиды деген ойда болдық. Оның үстіне не асығыс, қыстан аман-есен өтіп алайық, көктемде жұмысқа шығамыз дедік. Балаларымыз байлығымыз. Тағы бір өте керемет жаңалық. Менің ағам және оның жұбайы жеңгем бөпелі болды. Кішкентай Кәусартайымыз дүниеге келді 8 қараша күні. Оларды біз қазір алда видеода көретін боласыздар. Суреттерін салдым. Роддомнан Кәусартайды шығарып ағамыз. Кәусардың суретін сала алмаймын әзірге. Оның толғанына бір апта болды міне бүгін. Балалар мектепке жақсы үйренді. Мен қазір өзім апарып келем. Қайтарда көбінесе әкесі әкеледі. Осы видео естелік болып қалсын деген ойда салып жатырмын. Оның үстіне көптен бері видео салмадым. Өте өкінішті. Қол босамады. Жаңалықтар көп болды. Жақсы жаңалықтар көп болды. Жағымды жаңалықтар. Люкайды түсіріп отырық. Сенің кішкентай кезіңдегі, ертең өскенде осындай бұзық болғаныңды көрсетеміз деп. Бірақ шын мәнінде әкесі жынына тиіп жатыр. Бұлай ойын көтере алмайды. Сол үшін ашуланып жатыр. Қазір мына жерде біз үйге кетіп баратырмыз. Менің төркініме Нұрекең газын, машинасын жөндетпекші Ердәулетке. Кәусартайдың туылғанына атасы мен апасы қой сойып жатыр екен. Сол қойды сойысып, қуырдағын жеп қайтамыз. tried so hard
got so far, but in the end, it doesn't even